ауыл құрып кетуі мүмкін ба? Жоқ, сақталатындай мүмкін? Жоқ, құриды. Қазір неше үй бар? 12 үй қалдық. Міне бір үй тоже Самалкөлден районнан үй салып жатыр, ана тұрған үйдің үй салып жатыр Самалкөлде, көшет тоже. Сонда 11 қаламыз. Ақан сері сол анау Шұқыркөлде Сасықкөл деген көл бар. Сол ауыл жаққа анау апасы ма бір қарындасы ма біреу болған соғысқа кеткен. Одан қартайып 70-тен асқан кезінде бері қарай келе жатырмын да Тереңкөлде ол кісінің апасы тұрған. Сол апасымен жездесі сол үйде болып, сол Тереңкөлде қайтқан. Анау бала түсіріп жатыр ма? Түсіріп жатыр, түсіре берсін ол. Кеше мені кігіп алып кетіп жүрмесін. Қорықпаймын. Жоқ, аға, сіз кігіп алып кететіндей не айтасыз? Ауыл енді расында. Жоқ, мұны ауылды. Мұнан таратқан, нағыз о дүниеде қазір ауданда әкім болған. Сонда Ақан серінің 150 жылдығынан салған қала ғой. 62 үй болыпты осында. Қазір содан 8 семья тұрады. Біздің Ақан серінің суреті деп жүрген, бүкіл жерге тарап жүрген суреті ол Ақан сер емес. 150 жылдығына Ақан серінің бейнесін шляпа киіп тұрған бір суретін шығаратты бөрік емес, бөрікті емес, бір шляпа сияқты бір сол кездің бір модасы болған. Европадан келген мода болса керек. Соны шығараттағы марканың соның суретін сап жүреді. Сол сурет дамып, өзгеріп, бүгінгі біз қазір бүкіл жерге мүсіндерін қойып қойған, бүкіл жерге суретін шығарып атқан Ақан серінің суреті деп соны жариялап жүрміз. Жолы нашар екен. Міне қараңыз. Жолға байланысты жоспарлары бар ма? Жаңа қоғам белсенділердің істеп жатқан Біржан, Нұрлан дедіңіз жаңа. Соға мінекей енді олар әлгі шебенкі төсейді, мынау 80 жылдығында осыған 1 миллиондай деймін. Асфальт салды ғой, әр жерден ремонт. Сплошный салған жоқ. Мынау неше шақырым? 5 шақырым емес пе аға? 1 миллион ақша 5 шақырымға жетеді емес пе негізі? 3 шақырым қазір. Мына 3 шақырым. Қымбат деп тұр ғой бәрі. Сәлем достар, дәл қазір біз Көкшетаудан Қостанайға қарай жолға шықтық. Ақан серінің туған жері Кеңаш ауылына бара жатырмыз. Ауылдың бұрынғы атауы Кеңашы, қазір Ақан сері ауылы. Ақынның 150 жылдық мерейтойына орай арнайы салынған. Көкшетаудан Қостанайға қарай жолға шыққан кезде жолдың бойынан, мысалы Көкшетаудың өзіне жақын Красноярдан бастап, Садовое, Конзавод, Еленовка, Антоновка, Лавровка, Комаровка, Карасевка деген орысша атауларды көп кездестіруге болады. Бұл өңірлер маған өте таныс. Өйткені менің балалық шағым осы жақта өтті. Осыдан 30 шақырым жердегі Карасевка ауылында өтті. Ал 8-ші сыныптан бастап мен жаңа қалаға жақын Конзавод ауылына көшіп бардым. Бір қызығы, мен Омбыға барған сапарымда ол жақта Қоянбай, Іргебай, Қасқат, Қаржас, Есілкөл, Бақабас, қазақ атаулары өте көп кездесті, және тақтайшаларға арнайы ауылдардың атаулары сол күйінде жазылып қойған. Таңғалатын жағдай болды. Неге деген сұрақ туындады. Жалпы өздеріңіз білесіздер, Қазақстанның солтүстік өңірін отарлауы ерте басталды. Астрахан, Саратов, Түмен, Қорған бұл өңірлерде қазақтар ежелден мекендесе де, ол өңір қазақтардың ежелгі мекені ретінде еш уақытта есептелген жоқ. Және әскери бекіністер салынғаннан кейін бұл өңірлер шекараның ар жағында қалып қойды. Бірақ ол өңірлерде әлі күнге дейін қазақша атаулар ауызекі тілде болсын, немесе жергілікті жерлердің тақтайшаларында болсын, сол күйінде сақталған. Керісінше кеңес үкіметінің тұсында ол өңірлерде ономастика, ішкі саясатта жақсы жұмыс істемесе де, біздің қазіргі Көкшетау, Павлодар, Петропавл, Қостанай өңірлеріне қатты екпін салып, бұл өңірлерде ономастика белгілі бір деңгейде жұмыс істелген. Комаровка, Антоновка, Еленовка деп ылғи орыстың аты ғой. Орыстар келіп қоныстанған. Бұл атаулар отарлау саясаты ғой. Еді ғой, Аны көшірді ғой.
Дұрыс айтасың. сол кезде немістер де ингуштарды көшірді. Соның нәтижесінен жолдың бойынан Антоновка, Еленовка, Карасевка деген ауыл атаулары орысша. Солтүстік өңірде болсын, Павлодар жақта болсын, немесе осы Көкшетау өңірінде болсын, көп кездестіруге болады. Ендігі бір сапарымда мен Қостанайға кетіп бара жатқанда жолдың бойында осы өңірлерге қатысты. Мысалы, Көкшетау өңірі өздеріңіз білесіздер, тарихи тұлғаларға өте бай, Біржан Сал, Ақан сері, Үкілі Бұрай сияқты атаулармен алмастырылса. Көкшетау тағы өздеріңіз білесіздер, 80 көл, көлге өте бай, сол көлдерге байланысты атаулармен алмастырылса, өте жақсы болар деп ойлаймын. Ал біз қазір Кеңасшы ауылына барамыз. Осыдан бір 20 шақырым ғана жерде. Ақан серінің 150 жылдығына орай ол ауылда 70-ге жоқ жаңа коттедж салынып кәдімгідей ашылған болатын. Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевпен қатар сол кездегі Өзбекстанның, Қырғызстанның президенттері қатысып, жаңа ауыл ашылғанымен қазір ол ауылдың күйі өте нашар. Антоновканың ішінде Ақан сері мазары деген үлкен сілтеме жазуды көресіз. Бұл жаңағы менің ауылыма апаратын Карасевка бағытындағы жол. Қазір ол жердің атауын өзгертіп, ежелгі Қамсақты атауын тірілтіпті. Бұл өте қуанатын жағдай. Алда толық оған тоқталамын. Ал Ақан сері өзінің туған жеріндегі ата-бабасы жатқан қорымда емес, алыста неге жатыр деген дәл осы сәтте сұрақ туындайды. Расында өмірінің соңғы жылдарында жалғыз қалды ма? Ал жол бойындағы Комаровка ауылының көпшілік Қорамсақ атаның нағыз жайлауы болғанын біле бермейді. Бірақ оның ежелгі атауы бар және осы жерде Ақан серінің ата-бабасы жерленген ескі зират та бар екен. Бұл жерді белсенділер қазір қоршауға алып басына тас орнатыпты. Переселендер Ресейден орыстар көшіп келе бастайды. 1904 жылдарда бұл Антоновкаға, сосын Комаровканың бұрынғы аты Толстовка деп аталады. Бұл жалпы жаңағы шөбектің балаларының жерлері бәрі сөз Антоновканың кіші Қоскөл деген жерінде болады. Мына малтабарлар Ақан серінің елі үлкен Қоскөл деген жерде тұрған. Екі көл, екеуі біреу кіші Қоскөл, біреу үлкен Қоскөл деп аталады. Мына Кеңас жағындағысы үлкен Қоскөл, Ақан серінің туған көлі, мына Мәмбетәлілер кіші Қоскөлде туған. Көкшетау кететін асфальт бар ғой, соның ар жағында жартысы бар. Қоскөл, мынау жатқан Қоскөл емес пе? Жоқ, соны Қоскөл деген екеу деген сөз ғой. Анау ағып келеді, мынаған құят. Құят. Ол мына Көкшетауға кететін жолдың бойында ма аға? Иә. Мына не? Қоскөл деген Антоновка деген қала бар ғой жерде. Соған жетпей. Мен дәл ағып атқан жерін білмеймін. Көктемде су тасқыны болғандағы балық ағады кәдімгідей. Мына жақтағы не ма? Қоскөл көлі ма аға? Анау Қоскөл аға. Негізі туған жері осы, Ақанның? Ақанның туған, міне мынау Қаратал. Туған жері, мына жерде құдық бар, құдық болған дейді баяғыда. Осы жерде. Құдықтың ішінде бірақ су жоқ. Су жоқ ол жай. Жай ғана нетіп қойған. А өзінің құдығы ше, сол бұрын құлагерін суарған. Осы маңайда бала кезімізде атам әкелетін, өшек алыңдар Ақан серінің несі деп бізді домалайтын біз топыраққа. Сіздер? Кішкентаймыз онда. Бұл Қоскөлдің көлемі қандай? Үлкен ба? Үлкен. Мен бір рет болдым. Мына жерден басталғаннан ар жақ Лаврыкка бар. Сол Лаврыкка деген қалаға қарайды. Лаврыкка менің ауылыма жақын, Карасевкаға жақын, иә? Карасевканікісің ба? Иә, өзіңіздің ауылыңыздың қызымын. Карасевка не? Бірлестік? Бірлестік бер жағында ғой, Карасевка ар жағында. Соның отделениесі ғой, қайсы отделениесі? Бірлестік отделениесі, Карасевка. Сол жақта өсіп, бірақ астынаға кетіп қалғамыз. Сенімен сөйлесуге опасно екен. Сендер тойда төбелесетін бірлестіксіңдер ғой. Бірлестік ол басқа ғой. Сол, білем. Комаровканың бұрынғы аты Толстовка, соны орыстар келіп, бұл жерлерді аламыз деп біраз енді жаңа белгі қойып кетеді. Бірақ ол жердің суы жақсы, әлі күнге дейін суы жақсы, бізге тартылып жатқан су бәрі Антоновкадан келіп жатыр ғой. Жаңа жер асты бұлақтар ағып жатыр ма, енді өте құнарлы сондай жерлер ғой. Комаровка ауылында орыстар тұрды.
бір 5-6 қана қазақ болды. Ең бірінші бұл ауыл болғанда сол әлгі қызылдар, ақтар заманы ғой. Талыстоп деген бір керемет келіп орналасты осы жерде. Бұл жерде енді Мәмбетәлінің үлкен рөлін айтып кету керек. Бұл кәдімгі патшаға, ақ патшаға Николай II тоқтамай хат жазыса бастайды. Бұл заңсыз сендердің келіп жатқандарың. Бұл жерде сендер егін еге алмайсыңдар, бұл жерлерде егін өспейді, келмеңдер. Енді ана жерден қашыру керек қой. Соны кәдімгі келіп зерттеген бұл жерлердің бәрін. Соңында таласқан уақытта Комаровканың жерін, сосын Антоновканың жерін бермейміз. Патша кәдімгі не жазып береді? Резолюция жазады, тексерілсін деп Николай. Бір хаттарында кәдімгі қайтарыңдар қазақтарға деп жазып берген хаты бар. Орыстардың ана хаттарын оқып отырсақ, қитұрқы саясаты патшаны алдап кеткен ғой бұлар. Бұл өтірік бәрі деп ше. Петербургқа мына жақты жамандап, мына жақтың шенеуніктері жасап жатқан. Сөйтіп мына жерлердің бәрін алатын болады. Сол кезде кімдер, мына Бегалының балалары Тұраттағы осы мына Алабота деген қазір Ақан серінің жатқан зираты, соның жолдың ар жағында Алабота деген көл бар, жер бар. Сол жақ осы жақтарға келіп көшіп келеді бұлардың барлығы. Сері сол анау Шұқыркөлде Сасықкөл деген көл бар. Сол ауыл жаққа анау апасы ма бір қарындасы ма біреу болған сол кісінің соғысқа кеткен. Сол Біржан тұрған ауылда. Бала кезімнен білем, осында келіп тұрамыз ғой. Оқыды, ауылдың бәрі өзі біздің ауылда 4-ші класс қана болды да, бәрі осындан оқыды, Комаровкадан. Сосын әрбір бар жаққа кеттік, орысша оқитындар, осында орысша оқыды, қазақша оқитындар, мына Сырымбет ауылы дейді, Шоқан Уәлихановтың атындағы. Сонда оқыды. Сол бала кезімізде осы жермен жүретінбіз, мына жерде енді сол қазылған шұңқыр болатын, терең мал жүрмесін деп. Әдейі зиратты қоршап қойған, иә? Қорымды. Қорым деп айтады ғой енді ескі. Қорым, иә. Сөйтіп, сол хаттардың ішінде біздің зираттарға тиіспеңдер. Бұл біздің жер, біздің ата-бабамыздың жері. Бүкіл ата-бабамыз, жеті атамыз осы жерлерде тұр, және біз әрқайсының зиратын көрсете аламыз деп, казактарды біздің жерге көшірмеңдер. Біздің жерлерді казактарға бермеңдер. Yani казактар станицалары ашыла бастайды осы маңдарда. Мына Комаровканың жерінде Қорамсаның зираты болатын. Сөйтіп орыстар жауап хат жазғанда қазақтардың зираттарына тимеңдер, ал Қорамсаның зиратын қоршап беріңдер деп хат жазып береді Петербургтан. Сол кезде кәдімгі көрсетілген жаңағындай Қорамсаның зиратын қоршауға 150 рубль ма ақша бөлінсін, сөйтіп қоршаңдар деп. Ол құжаттар біздің архивтерде ма? Жоқ, ол Петербургтың архивтарынан алдырттық. Түсініксіз, мүмкін қоршалған шығар, бірақ ол кездерде біздің қоршаулар бәрі ағаштан ғой. Ағаш деген шіритін зат, одан қалды өрттеніп жанатын зат, жанып кетті ма, өрттеніп шіріп кетті ма, енді кім біледі, қоршалды ма, қоршалмады ма, мүмкін қоршаған да жоқ шығар. Бірақ құжаттарда сондай қаржы бөлінген. Сөйтіп Қорамсаның зираты сақталсын деп кәдімгідей орыстардан сондай пәрмен түскен.
Қараш ауылына келіп жеттік. Осы қазірде өздеріңіз көріп тұрғандай Ақан серінің үлкен ескерткіші. Ақан сері ауылы бұл Айыртау ауданына қарасты солтүстік Қазақстан облысы. Бұрынғы атауы Кеңашы, қазіргі атауы Ақан сері. Ақан серінің 150 жылдық мерейтойына орай осы жерге 70 шақты коттедж салынып, Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаев атар, сол кездегі Өзбекстанның, Қырғызстанның президенттері қатысып, осы ауыл ашылған болатын. Міне сол кезде Ақан серіге орнатылған үлкен ескерткіш. Үш елдің президенті келді деді ғой ашылуына, сол 93 жылы келді ғой. Кімдер келді, соны білесіз ба? Сіз сол кезде барсыз ба сол шарада? Соны айтыңызшы, қалай өтті сол шара? Ол кезде мен бригадирмін, осы ауылды басқарып отырмын. Сағат 12-де келеді деп тостық қой. Охрана, халық тойы, соңына тойы болып жатыр. Ол енді анау Айыртау көлі бар ғой. Иә, соның жағасында ба? Көлдің жағасында тойы өтті. Мында жай дайындалдық, сол анау көрсету үшін. Иә, Назарбаев келеді, сосын Қырғызстанның кім келді? Ақаев па? Ақаев. Өзбекстанның? Өзбекстаннан кім келді анау? Каримов, Ақаев екеуі келді, иә? Иә, шоу келді. Вертолетпен келіп мұны. Ол сағат 12-де келеді деген, олар анау Сырымбетке барып, Сырымбетте Шоқан Валихановтың несінде болған. Айғанымда. Содан кейін бізге келіп қонды ғой. Осы жерге вертолетпен? Иә, ана жерде қонып, содан келіп ауылға кілтін тапсырды. Сол олар көшемен бір өтті де, вертолетқа мінді де, бірақ бір сағат қана болды ғой. Жай қарап шықты. Иә. Өзіміз қалдыңыздар. Тамақ істегенбіз. Өздеріңіз іштіңіздер. Бір ай комиссияға барамыз, күнді комиссияға. Күнде жейсіздер сол тамақты? Жоқ, Володаркаға барамыз. Ойладым ғой аға, бір ай өзіміз сол тамақтан. Жоқ, тамақты пісіріп дайындауға бізді дайындап жатыр. Ауру болмасын ешқандай, бір ай комиссиядан өтіп жүрдік. Автобуспен апарат алып келеді күнде. Президенттер келетін үшін, иә? Иә. Ал қазір бұл ауылдағы сол 70 коттедждің жағдайы өте нашар. Ауыл аздап қираған. Бұл жерде тұратын жергілікті тұрғын жұмыс болмағаннан кейін жаңа ғана жолдағы мына жерге 2-3 шақырым Камаровкаға көшіп кетті, немесе басқа қалаларға көшіп кетті. Бірақ өздеріңіз көргендей Ақан сері ескерткішінің маңайы өте әдемі екен. Мен бұл ауылға қатысты ұзақ уақыт зерттеу жүргізген кезде ауылдың жағдайы нашар екені туралы өте көп жазылған. Дегенмен ескерткіштің қасындағы гүлдер өте әдемі, күтімі жақсы. Ескерткіш өзі де орнында екен. Дәл қазір біз ауылды аралап көреміз. Ескерткіштің қасындағы гүлдер бәрі өте әдемі екен. Кім күтім жасайды ол? Жаңа кетті әбетте. Күтім жасайтын адам бар ма? Күштір су құяды. Міне мына памятник отан соғысына істелген памятник. Ол осы ауылда тұратын кісі ма сонда? Как соцработник. Жомарт деген не аким, сол қойды осы жігітті, ол су қаштайды. Су жүріп тұрады постоянно, башня бар. Үйлер қарнымыз ашты. Тамақ бере ма десек, Ақан серінің адамдары қонақ жайлы емес екен, үйге шақырған жоқ. Сол кезде салынған 60-70 шақты коттедж үйдің үшеуі ма сондай салынбай алған дейді. Жүре бер Айсу. Сіңліме көлік жүргіздіртіп қойдым. Ақырын жүр, адам шықпасын. Ястып жүре бер. Қатты үлкен емес екен ауыл. Ең кіреберістегі үйде, сосын жаңағы ескерткіш өте әдемі екен. Не бір ағаш. Тұрамыз дейді, бірақ та үйдің көптігіне қарағанда жарты үйдің бос. Бос. Так, осы жерге тоқта. Қалдарыңыз қалай? Отлично. Ауыл туралы видео түсірейік дегенбіз ғой? Облыста ма? Жоқ, мен Астанадан келіп тұрмын. Астанадан? Астанадан келіп тұрмын. Тура Қасым-Жомарт Тоқаев жіберіп тұр ғой. Дұрыс. Менің балам қазақ мектебінде завуч, воспитательный завуч. Осы жерде мектеп бар ма аға? Неде? Володаркада. Володар. Саумалкөлде. Саумалкөлде. Володарка орысша атауы ғой? Иә, бұрынғы атауы. Нет. Школ жабылса, ел құрды деңіз. Міне осы Камаровкада қазір школ жабылса кетеді бәрі. Балаларды оқыту үшін. Ол мынадай балаларды сен
бір жерге апарып тастап отыра алмайсың ғой. 6 жастағы баланы сен Володарковға қалай жібересің? Мен өзім мына бригадир болып тұрғанда Кеңашының школы туралы қырылысқан біраз. Мектеп жұмыс істей ме аға қазір? Жоқ, мектеп уже. Мәдениет үйде жоқ, иә? Мәдениет үйі мына жалбырап тұрған сол как раз Мәдениет үйі ма? не общий не ассамблея дейді аның ішінде. Мәдениет үйде болды, бетте не дүкен, сол жағында дүкен, клуб болды ішінде, контор болды ненің, ол кезде совхоз болды ғой, совхоздың бригаданың. И библиотека болды, бәрі болды. Сол школды ремонтталып, істеліп, директор школ болды бір. Сол айтты, анау әкім айтты, ноябрьде көшіңдер деді. Жарай ноябрьде көшеміз, содан кейін ноябрьде көшкен. Жаңа жылдан кейін де. Жаңа жылдан кейін көшкен жоқ. Ішінде әжетхана жоқ. Су, ендігі жылы су тартып, Содан кейін әжетхана сөйтеміз деді. қалып қойды. Содан қалды. И мына жерде мұғалімдер барғысы келмеді. Бұрынғы мұғалімдер кетіп қалды. Бұрынғы мұғалімдер кетіп қалды. Айбарша деген кісі сол Алматыда қазір. 16 мұғалім болған. Енді 11 класс болды ғой. Жүре бер. Қай жылдары мектеп тоқтады аға? Қай жылдары құлдырай бастады ауыл? Әкім неше әкім болды? Кімнің кезінде қандай болды? Әкім ол кезде сол Кушумбаев ағамыз болды онда. Содан кейін Еңбек Қабданыш деген кісі келді. Районный әкім. Районный. Ол ауылдың әкімдерінде не жоқ қой? Сөз жоқ дейсіз. Олар бар ма жоқ па дейсіз ба? Тыңдамайды. Олар төке әлгі жамандай береміз ғой. Жол болмаса әкім не істеп жатыр? Су болмаса әкім кінәлі. Каждый үйде бір совхоз салған. Бір совхоз. Бұрын Рузай аудан болған. Рузай аудан. Мынау Айыртау, солардың совхоздары бір салған. Свет болмаған жағдайлар болды ғой 96-97. Сол кезде, нарық. Сол кезде котельный істемей қалды. Мұнда котельный болды школ бәрі. Центральное отопление соляркамен жағыпты. Алғашында салынған кезде. Иә. Бәрінде үй болған. Сосын кеткенде қиратып кеткен. Мынау үйдің бәрінің ішінде су тартылған. Туалеті болған. Туалет істеген. Оны тарағанда сол разбал болғанда қиратып әкетті ғой. Мынаның жердің бәрі үй. Орындары қалды. Міне орындары қабырға тұрып. Бәрі мал ұстай ма? Бәрі ұстайды. Сол мал үшін отыр. Мал ұстауға жайлы. Сол үшін келді. Ана ағаштың ішіне шөп чаба береді. Іштеге су бар. Қазір енді не бар? Фирмамыз бар, жол егін себеміз бітті. Жағдай мүшкіл ғой, қирап атқасын. Бір әңгімен шетін айтқалы жатып айтпай қалдыңыз аға. Ол бұлай құлады ғой разбал. Сол кезде мен ішім ашиды. Аудандық әкім мынау үйдің біреуін қозғама. Кетесің бе? Өзің кет. Кілт сал да кет. Сосын бір кісіні қойса бір 70-80 мыңға. Сен как комендант ие бол десе, мүмкін қазір келеді кісілер. Бұрын болмай қалды ғой. Сосын кетті ғой. Ал енді қазір уже мал ұстайды. Ал құрып кетуі мүмкін ба? Жоқ, сақталатындай мүмкін? Жоқ, құриды. Құри ма? Ол құриды себебі мен жұмыс жоқ қой. Айтып отырмын ғой, школ жабылғаннан кейін бәрі сол балалар үшін ғана кетіп жатыр ғой. Әйтпесе школ істеп тұрса отырады ғой. Кетпесе дейсіз. Тем более жұмыс жоқ. Дүкен жоқ. Сіздің балаңыз мысалы, ол көшуі мүмкін ба? Ол менің балам кішкене байғасын көшеді кетеді. Ол не алады біз жөн? Осы той болғанда неткенде әлгі музей ашылады, музей саламыз деді. Оның бәрі қалды, Ақан серіге музей ашылады деді. Ол музей бұл ауылды сақтап қала алмайды ғой аға? Сақтап қала алмайды. Ал енді қазір келгендерді осында орналастырып, біреу птиц ферма ашса, біреу мал кішкене мал ұстаса, фермер болып сақтап қалуға болар еді. Үйлер не ма? Мемлекеттің қарауында ма? Жоқ, жекеменшік. Совхоз таратқанда совхоздан техниканы тракторды алды да өзіне жекешелендіріп алды. Иә. Сол айтпесе осының біреуінде де осы кісілер шеге қаққан жоқ. Совхоздар салды. Бұрынғы әлгі үкіметтің
малы болатын, малын бағатын. Ал мына Нұрлан деген кісі сол жұмыс көзін әдейі мақсатпен ашып отыр ма, жоқ өзінің осы жерге деген қызығушылық үшін ашылып отыр ма? Жоқ, ол енді мақсаты сол ауылды сақтап қалыш. қалу. Бұрын өзі бұл земельный комитетте істеді, Петропавловскте істеді, содан ауылға келіп. Ауылды көтеру үшін, неше жыл болды бұл кісі келгелі? Бұл кісі келгелі бір 10 шақты жылда болып қалды. Өзгеріс бар ма бұл кісі келгеннен кейін ауылда? Енді өзгеріс жаңа болып келе жатыр ғой. Бұл кісілерді көрдіңіз бе? Алғашқы бетте техника анау жоқ, содан кейін спонсор деген болды, спонсорлар. Сол спонсордан биыл құтылып, сол техника қалды, сол техниканың ақшасын бидайын бәрін беріп, енді өзі жекеменшік биыл. Сона пайда болыпты ғой тағы да, иә? Масқара деймін, мен тағатын ерте шарамайды, төртте шарам. Әне күндер жоқ еді, спокойно жататын. Тайлар неге сөйтіп? Тайлар неге сөйтіп деп бәрі. Мен айтам, ол сона. Соналар өте көп екен. Шын келгелі сона үлкен прям. Туған жерін, ақан серінің сөзім сонадан болып жаңылып қалдым. Ақан серінің ауылы мына жерден Кеңашшы деген, мына жерден 3-4 шақырым. Бұл ауылдың аты Кеңашшы емес па? Негізі осы ауыл Кеңашшы дейді ғой. Қойыпты. Кеңашшы деп мына жерде 3-4 шақырым тұр. Ары қарай бар. Иә, зират бар, көл бар. Ана Ақан серінің Қоскөл деген көл бар ғой. Иә, сол көл. Туған жерім сол Кеңашшы. Атым Құрман. Кеңашшыны мына жерге үй салған ғой. Көшірді. Сосын үй салғанда көшірген дейді. Жұмыс істеп жүргенде директор келіп бас салды. Сізді. Бас салғанда айтты, терең қазбаңдар, фундаментін 30 сантиметр қазыңдар. 75-80 жылдарға дейін бұл ауыл болмайды. Ол Ақан серіден қанша шақырым аға Кеңашшы? 3 шақырымдай. 3 шақырым. Осы жерден 7 шақырым өзі. Ақан серіге 3 шақырым. Ауылда қазір бұрынғы сол құлаған үйлердің орны бір нәрселер бар ма? Зират. Зират сол қазір, зират сол жақта. Мына жерге ешкім қоймайды қазір. Ақан серінің ауылын мына Комарокпан жанына саламыз депті. Тақап. Дұрыс. Тақап саламыз. Содан шалдар болмапты, орыстанып кетеміз деп. Ол тәуелсіздік алмай тұрып. Ауыл өзі кішкене тысқары қалды жолдан. Қазір ауыл былай қарасаң 8-ақ үй бар. 90-шы жылдары ГРП-дан руда алды ғой мына Валдарквадан. Соның руданы шаяды ғой. Шайындысын анда тазалайтын жер бар, соны тазалап мында жіберді ғой тұрбамен. Содан бізді осында жылжытты ғой. Ол мәселе содан басталды. Мен айтып отқам сол, әлгі 90-шы жылдары сондай қауесет келді, осылай болады деп, мен онда осы Кеңашшыда сол бригадирмін. Сол шалдар болмағасын осында салып, жалдар орыстанып кетеміз деп анау. Қазір кішкене қазақ таныпты, бұрын орыстың қаласы ғой. Кушумбаев деген бір секретар болды, райком дейді ғой кезде. Әне темір жолдан пойыз кетіп бара жатыр. Содан бері қарай кішкене дөң бар, сол жерде школ, анау Кеңашшыда тұрған центр тұрған, бассейн, детсад, сол жерде болады. И мына жерде 2 қатар үй болады. Енді бәрі қырсығып соған келіп, сол Имантауда менің ағам директор болған. Герой, соцтруда болды. Сосын Боркен Ашимович деген осы ауылдың тумасы болды. Мынау неде зампред болып істеді райисполкомда. Красноярда. Онда Көкшетау районы болды ғой Краснояр. Ербахрам деген сол Имантауда главный зоотехник болды. Осы мына кісілердің қорамса нағыз Ербахрам деген. Ұрпағы. Иә, ұрпағы. Сол кісі болды, соларды шақырттым. Осылай міне ауыл көнбей жатыр. Одан өзі Қостанайдың тумасы екен, ЦК-да істейтін кісі келіп, сол кісімен тағы халықты жинап, тағы сөйлестік, үй салып беріңдер деді бәріне. 19 үй.
директорге. Директор айтты, мен ондай күш жоқ деді. Ол кезде әлгі үй салу деген жылына 200 орға. Ол кезде әлгі ақша совет үкіметінің ақшасы ғой. Анау мынау ол кезде материал. Сонан мен ана кісінен мына жерге алып келдім. Мынау көшеге. Мына жерде енді онда уже бір 10 шақты ғана үй тұрған. Осы жерден салайық давай. Ана кісі көнді. болады О, деп. вообще, мына жерде салсақ оңды болады. Мына жерде міне школ саламыз. Сонда екі жақтан Қосылады. Қосылады. Оған да көнбеді. Енді қазір аға сол көнбегеннің зардабы бар ғой, иә, ауыл қазір азайды ғой. Мектеп жоқ. Ауылдың азайғаны 11 класс болды. 11 класстан кейін 8 класс болды. Осы Кеңаш ауылында, өзіміз Ақан сері ауылында. 8 класстан кейін 3 класс болып қалды. Ой, бұл. Бала жоқ. Ақан серінің мазарын оңдады ғой анау. Қашан? Соған Біржан деген жігіт. Сол енді мына жерге жаңа Камыркөден шыққанда Ақан серінің қорамсы аталары әкесі жатыр ғой. Сол әкелерінің, шешелерінің зираты бар, соның басына тас қойды, сосын ана жақтан мазарын оңдады. Соған енді ауыл болып дұға берейік деп отырмыз. Осы 25 жұма күні. Соған жылқы таңдап Соған жүрсіз. жылқы қараймын қазір. Ал, жақсы қараңыз, одан кейін бізге онда күшті сұхбат берейін деп тұрсыз ғой. Сіз жылқысыз ғой, иә? Қанша жылқыңыз бар? Мың бас деп қойын ба. Ішіне біреуін ұстап алып біз мінсек болмай ма? Тентек қой бұлар. Тентек па? Қазір саумайды ғой, баяғыда қымыз қып сауатын. Қазір неге саумайды аға? Енді әйелдер... Еріншек қабар. Иә. Еріншек. Шағып, WhatsApp қарап, диванда жатқан жақсы. Иә, телефон. Бұл сонда жылқыны не ма аға? Асқа бүкіл ауылдың атынан беріп тұр ма? Иә. Екелдің жылқы. Ой, мына құлынды қара қандай әдемі. Сойуға жарайтын нәрсем өзі. Иә, онда. Бармақ. Мына қара. Мынау? Мына алдындағы ма? Бүгін сіздер көрген мазар, енді оның ішінен көрсеңіздер, аны сары кірпіштер, бұрынғы сары кірпіштер тұр. Ол 93-тен бері несі фундаменті ескіріп жарыла бастаған екен. Соң биыл реставрация жасауға осы Малтабар елінің былай айтқанда ел ағасы Шаймерденов Біржан деген кәсіпкер ағамыз қаржы бөліп арнайы барлығын салып жатыр. Піскен 70-тен асқан кезінде бері қарай келе жатырмда Тереңкөлде ол кісінің апасы тұрған. Сол апасымен жездесі сол үйде болып, сол Тереңкөлде қайтқан. Сол енді мазар тозды. Тозғаннан кейін мынау Біржан келіп 180 жылдығында тойға. Айтып отырмын ғой, әлгі машина қойып приз. Содан ана көрген ғой, көріп 45 миллион ақша жібердім деп сөйтіп отыр. Иә, сосын мына тасты міне осы бір 10 шақты күн болды осы тасты қойғанына. Сол енді ананың әлі жөндеп атқаны біткен жоқ, соны әлі жөндеп атыр. Соған енді арнап дұға берейік деп, біз енді ауыл болып өзіміз дұға берейік деп атырмыз.
Абырайдың балға дишау Боралған белің нәзік О шіркіні талға дишаю Сексен қыз Қазір әлі жөндеу жұмыстары жүріп жатыр екен. Бірнеше күнде бітеді және ашылуы болады. Ашылуы Ақан серінің өзінің өскен жері жаңа Кеңаш ауылында. Ya Rabbim Allah, o sağlıkların şifasıları bizge iman ya da zor sabır bir günümüz gafır. Yani dost adilip Kur'an bağışlağanımız Akan seri ruhuna Qoram sağolunun ruhuna bağışladım. Allah'dan rahmat, Peygamberden şefaat olsun. Және de осы қорда жатқан әруақтардың ата аталып аталмаған әруақтардың рухшатына бағыштадым. Allah'dan rahmat, Peygamberden şefaat olsun. Сыртының қоршауы болып па еді бұрын? Болған. Кірпішпен болған. Жақсыбай жол келді. Бұл 2 жылдай салынды ғой. 86-87 шармын. Где-то 84-91 деймін. Бұл үлкен қорым, осы шөбек тұқымының. Бәрі зират болған мына жерде. Енді Ақан сері ол осы Ақан сері қолына келгенде оған әдейлеп мұнан не салып берген. Үй салып берген. Жобалап зират. Мешіт болған. Осы жерде ме? Мына жерде жұртты. Мешіті болған дейсің бұл жерде? Шөбектің мешіті ғой. Кәртайғасы апасының қолына келген ғой. Кәртай сол апасының қолында қайтқан, сосын сол шөбектің қорымына жерленіп тұр, жерленді. Негізі өзінің әкесі мешіті жаңа Камаровкада жатыр ғой, үлкен қорамда. Ол Малтабар ғой. Малтабар, олар сол жақта, тұқымы бәрі сол жақта жатыр. Ол қорымды көрдім бер жағында, Камаровкада. Өз қазір жатқан зираты Бегалы қажының зираты деп аталады. Орыстардың жазбасында шөбекті төр ұрпақтарымен қатар қойып жазған. Жаңағы осы сұлтандар деп шөбек жазып кетеді орыстардың жаңағындай құжаттарында. Сол шөбектің жаңа Бегалы деген баласының зиратында жатыр. Қарауылға мына Шұңғыршаның үстінде шөбек деген өте беделді адам болған. Ол анау кешегі Петербургта анау патша уақытындағы не болды ғой, не деп айтады? Коронация. Александр II ма. Сонда анау Аға Сұлтан Шыңғыс деген болған мынау Сырымбетте. Сол Сүлдекөй о кісілерді ертіп алып барған ғой сонда. Соған барған кісі. 8 адам, Қазақстаннан 8 адам қатысқан, соның ішінде шөбек болған. Сол мынау Кенжеболат деген Совет үкіметіне дейін әкесі Бегалы екеуі аталарын ас берген дейді. Бес туған деген 5 облысты ас берген адам, аты шыққан. Бұл Қазақстанның кереметтегі Сәбит Мұқанов деген сондай жазушылар бұланы жазды. Бұл кісі туралы? Бұл туралы. Бұл аты шыққан дөкей адамдар. Оның ішінде енді үлкен 6 дуанға ас берген Кенжеболат деген кіші ұлы ғой. Негізі шежіреде одан кейін де бір ұл жазылады, бірақ жалпы кіші ұлы осы Кенжеболат деген өте елге беделді, былай айтқанда Бегалының байлығын ұстап қалған қара шаңырақтың иесі ғой, енді кіші ұл болғаннан кейін үлкен бай кісі болған дейді осы Кенжеболат. Сол Кенжеболат дәл Ақан сері екеуі қатар жерленген. Достар, біз Ақан серінің мазарына келдік. Міне өздеріңіз көргендей, қазір жөндеу жұмыстары жасалып жатыр. Жалпы бұған дейін әлеуметтік желіде Ақан серінің мазарының жөнделмегені, күйі нашар екені туралы көп айтылған. Бірақ осы өңірдегі қоғам белсенділері Ақан серінің мазарын жаңадан жаңалап жөндепті. Біз ішке кіріп көрейік қазір. Бісміллә. Қараңғы майзада. Мына жерде қазақтың серісі Ақжігіт Қорамсаулы жатыр.
Дегі қорымда ақан сері ғана емес, тағы да ақан серінің апайының, яғни жездесінің ата бабасынан тараған туыстары жатыр екен. Сол апайына келген жолында қайтыс болып осы жаққа жерленген. Әпекесі Айша дедіңіз ғой, ол кісінің зираты қай жерде мазар? Сол жерде, ертең 25 тас қойылғанда сол кісінің аты жазылған. Бегалінікі тасы, ар жағында бір тас бар ғой. 2 тас жатыр үлкен. Соның біреуі Бегалінің жатқан жер дейді, сол жерде. Сон маңай дейді енді. Енді ол уақытта таста әкелу қиын ғой. Онда төк ағашпен бұрайды. Бұл мазарға енді қалай келемін деушілер үшін ақан серінің өзінің туған жерінен алыста жатыр мазар, жұмысшы ауылы. Алдымен Антоновкаға келесіздер. Антоновкада ақан серіге мазары тұратын белгі көрсетіледі. Сол белгі арқылы бұрылып, сол жолмен осы мазарға келесіздер. Қазір ақан серінің жалпы зиратының жатқан жері бұл Қамсақтыға қарайды. Қамсақты ауылының территориясында жатыр. Әкімшілік кәдімгі ресми әкімшілік бөлінушілікке қартай. Ал енді жақын ауылдар бұл Тереңкөл, Мәдениет, екі ауыл ең жақын. Осы енді Тереңкөлде қазір адам тұрмайды. Ауылы жолдың ар жағында, бер жағында, сол жолдың бойында Тереңкөл деген ауыл болған. Ақан сері өзі қайтыс болғаннан кейін ел жұртқа хабар айтылады. Жерлеу рәсімін Мәмбетәлі Сердалин деген қазақтан шыққан тұңғыш экономист, Петерборда оқыған, Омбыда Әлихан Бөкейхановпен бірге оқыған, сондай беделді кісі болған осы өңірде. Бұл да жаңа Шөбектің ұрпағы ғой. Сол кісі өзі басқарады. Шебер жалдайды, ағаш шеберін. Сөйтіп ақан серіге үлкен бұрап тұрып, ағаштан үлкен мазар салған. Сол 13-ші жыл бірден салған. Себебі 1914 жылы Мәмбетәлінің өзі қайтыс болады. Бір 1932 жылы үлкен өрт болған дейді. Осы орманда сол кезде ақан серінің бүкіл ағаштан бұрап салған мазары өрттеніп, сөйтіп 90-шы жылдарға дейін, 80-шы жылдарға дейін бұл мазар былай айтқанда тек шалдардың ғана білетін сондай жеріне ғана айналып қалған, қараусыз қалып кеткен бір кездерде. Хамит Ерғалиев дейді, келіп осы шалдар көрсеткен, осы мына жерде ақан жатыр, мазары жоқ, жаңа өртеніп кеткен ғой енді. Соған бір мазар қойса, соған бір белгі қойса деп сөйтіп, Мәдениеттің, Тереңкөлдің үлкен кісілері, ақсақалдары бәрі бірнеше адам осы зират деп нақтылап көрсеткен. Жақсыбай Төрегелдин деген ауыл басшысы болған. Сол кісі архитекторлар жалдады, сосын бізде әлі құрылыс жаңағындай не бар, арнайы кірпіштер, күйдірілген кірпіштер алдыртып, сөйтіп мазарын салады. Тарихта ақан сері өзінің өлетін бір күн бұрын сезген деген аңыз бар. Қоскөлге қарап отырып өзіне жоқтау жазған дейді. Бірақ ол жоқтаудың мәтіні сақталмаған. Дегенмен Қоскөлмен сөйлескені жөнінде және Қоскөлге қарап отыратын әдет жөнінде көптеген жазушылар жазған. Оның ішінде Кен Жамақайұлы ақан сері туралы ғылыми еңбегіндегі соңғы күндеріне арналған бір тарау арнаған. Яғни оның Қоскөлге қарап отыратын әдетін сипаттап, халық аузындағы мынадай сөздерді мысалға келтіреді. Кешкілік айтуа Қоскөлге қарап отырып, ертең мені күңірене еске аласыңдар көл деген екен дейді. Алдағы уақытта мысалы туристер келем десе, өздеріңіз көріп отырғандай ақан серінің мазары кәдімгідей жөндеуден өткен, келіп зиярат етуге болатындай жағдайда. Бұл кісі қасиетті, өздеріңіз білесіздер, атақты осы өңірде туған Үкілі Ыбырайдың серіктес досы болды. Аралап талай жердің
мін таттым Қосалы байдың көлге дабылы қақтым гәкку-гәгәгигай Айталмай гәккуындай арулау сүйегін Өкілібұрай түскен. Сөйтіп Өкілібұрайлар бәрі кімді ақан серіні арулаған. Өкілібұрай біріншіден ақан серіні өмір бақи өзіне ұстаз тұтып кеткен адам. Ақан серінің қасында жүрген, әнін үйренген. Мына кімнің ақан серінің атақты Шырмауық деген әні бар. Сол елдің арасында бұл ақан сері қайтыс болғаннан кейін кәдімгідей ұмытылып кеткен уақытта соңғы рет өзінің нақышында жырлаған осы Өкілібұрай болады, Шырмауықты. Сол кездегі жады деймін да, 6-7 жасар қыз ғой, соны жүрген дейді, ана Өкілібұрайдың жырлап атқан әнін естіп, 7 жасар қыз жаттап алады, 2 шумағы ма жаттап алған. Сөйтіп бұл кісілер жаңағындай неге көшеді? Керей елінің адамдары болса керек, Петропавл жаққа көшеді. Со жақта бір 90-ға келгенде ма, 80-ге келгенде ма, Асқар сол кісінің жолдасы ел аралап жүріп, апамен жолығып қалады. Сол кезде Шырмауық әнін Өкілібұрайдан естіп едім деп, соның 2 жолын айтады. Кішкентай қыз. Сол кезде ол кішкентай қыз 90-ға келіп отырған уақыт. Асқар сосын артынан тағы да Шырмауықтың несімен 2 шумақ қосып, сөйтіп мына Шырмауық әнін сақтап қалады. Кейін бұны Қайрат Байбосынов жырлайды, орындайды, сосын Бекболат Тілеухановтар ойындайды, сөйтіп елдің арасында бұл Шырмауық қайтадан тірілген. Ақан туралы енді бір адам біледі. Кім біледі? Ахмет Қали деген шал болды. Сол кісі, мен бала кезімде көрдім дейтін. Осы ауылда тұрған кісі, Ахмет Қали деген. Сіз өзіңіз сол Ахмет Қали деген кісіні көрдіңіз? Мен өзім көрдім. Ал айтыңыз. Енді ол кісі қайтқалы көп болып қалды. Кәрі кісі де сол 75-76 жасында қайтқан. Осы Кеңашыға жерленген ғой, иә? Кеңашыда жерленген, иә. Сол ақан келе жатыр деп шуылдайды, ауыл шуылдады дейді, келді дейді. Сол енді анау үйде төрде ақан сері отырды дейді, біз баламыз дейді. Неше жаста болдың дейді? Енді ол кезде 9-10 жасым деді ме, сол сүйдейтін. Ақан серіні менің әкем көрген. 1909 жылы ғой әкем. 6-7 жаста шәрім дейді. Ол кезде дейді. Ақан сері баласы баммын біздің үйге кеп, онда Әлбек қажы кеп үйге түсті дейді. Сосын қонды дейді. Екі салтатта дейді. Сақайған кезі дейді. Содан таңертең мен баламын ғой дейді. Атқа үйір, таңертең баласы аттарын суарып, ол бір атты шешіп атқанда мен екінші атқа жармастым дейді. Шешіп, мінгім кеп тұр ғой дейді. Мен айтты дейді, тиіспе бұлай мұндап жолама дейді. Өз атын жетіктеп, ана томардағы су ойып қояды онда, ол бақытта. Ең алдым суармай отырып, томар бар шолып, науа бар дейді, мұздан істеген. Соны шайып жуды дейді баласы. Сосын атын әкеп әкесінікін суарды да ағашқа байлатты, сосын өз атын әкеп суарып, жетіктеп қайтадан алып кетті дейді, шөп беруге. Сонда мені мінгізбетте жолатпады дейді. Әлбек қажы ұлы Беркінбай. Осы Қамсақта да тұрған кісі? Өшірді, менің өшірді тұрған, өшірді қайтты.
Біздің ақан серінің суреті деп жүрген, бүкіл жерге тарап жүрген сурет ол ақан сер емес. Ол қате кеткен. 1993 жылы ақан серінің сол 150 жылдығын тойлаған уақытта мына марка шығару мода ғой. 150 жылдығына ақан серінің бейнесін шляпа киіп тұрған бір суретін шығараттағы бөрік емес, ана бөрікті емес, бір шляпа сияқты бір сол кездің бір модасы болған. Европадан келген мода болса керек. Соны шығараттағы маркаға соның суретін сап жүреді. Сол сурет дамып, өзгеріп, бүгінгі біз қазір бүкіл жерге мүсіндерін қойып қойған, бүкіл жерге суретін шығарып атқан ақан серінің суреті деп соны жариялап жүрміз. Негізінде бұл суретті ең түбіне дейін зерттеген бұл Әлкей Марғұлан. Есілдің бойына тақ мұрагері келген уақытта ақан серін алдыртады. Шыңғыс Уәлиханов бүкіл осы жақтың зиялылары бәрі қарсы алуға барады. Сол жиынға жаяу мұсаға түсады. 8 адам қатар отырып суретке түскен сурет сақталып қалған сол кезде. Кеңаш ауылында Қасым молда деген үлкен атақты молда өмір сүрген ұрпақтар бар. Сол кісіге хат жазады. Ол хаты да сақталған. Жаңа саптама етік киіп отырған, бөрік киіп отырған, жаңа мұртты, қолында домбыра. Ең несі қолына домбыра ұстап отырған адам ақан сері ма деп Қасым молдаға жазады. Соны маған қыз айтып отыр, Роза апамыз. Әкеме Әлкей Марғұланнан хат келіп, қолына сурет алған уақытта мен қасын дедім дейді. Соны әкем ана суретті көріп, ағатайым-ау деп жылап жүрді дейді. Дәл өзі деп. Домбыра ұстап отырған біріншіден, төртінші тұрған ақан сері ма деп жазады. Сол домбыра ұстап отырған адам төртінші болады. Сонан соң етігі көрініп отырған адам және бір адам. Сол жерде. Ал біз көріп жүрген ақан серінің қолында біріншіден домбыра жоқ. Екіншіден ол жүрелеп отырған, зерлеп былай айтқанда. Етігі көрінбейді оның. Сосын бойы ұзын өте. Сосын қолында ешқандай аспап жоқ. Ал Әлкей Марғұлан жазады, қолында домбыра ұстап отырған ақан сері ма деп жазады. Қасым молда осы деп домбыра ұстап отырған ақан сері деп бұл кісіні айтқан. Ал Қасым молда ақан серінің қасында болған адам, көзін көрген. Нетіп отырсам, ақан серінің суреті тұр, жазған енді. Сонда қазіргі суретті бөрікпен тұрған. Онда әкем тұра ғой 80 жыл. Соны көрсетті, мына ақан серінің суретін сапты мұнда. Келмейді деді. Оның суретін жұрттың айту бойынша салынған деп, бөрік киіп тұрғаны. Халқымызға ынтымақтылық берсін, бастарың аман, бауырларың бүтін болсын. Талап деген ауыл тұр. Талап деген ауылда Алаштық Айдархан Тұрлыбаев туған ауыл ар жағында. Бер жағында ақан серінің мазары тұр. Сол Өскенде Үкілібұрай туған. Бізден 18 шақырым жүрден. Ал енді Үкілібұрайдың қыстағы Өскеннен ар қартай, Жамантауға қартай. Дәл қызыл әскер сол маңда ғой. Сол қызыл әскермен екі ортада болу керек. Мен өздеріңіз көріп тұрғандай атақты сазгер ақын Үкілі Ыбырай ауылындамын, яғни Ыбырай Сандыбайұлы туған өңір міне осы жер.
бүкіл бір айды оқуға түсіру үшін Петербургға апарған. Бірақ орысша білмейсің деп қайтып алып келген ғой. Қалды ма орысша? Сол ғой. Оның көргенде дейді, өлең айтқанын көрдім дейді. Бертін енді ол өзі 31 жыл сотталып кетті ғой, сол жоғада ғой. Иә, 32. Сол кезде сотталып, сонда көрдім дейді, мынау өлең айтқанда, мынау 2 минут тамағы бұлай шығып кетеді дейді, мына ондай. Енді өлең айтатын сол. Соны көрдім дейді оны дейді. Dünya uzak